Әлкей Хақанұлы Марғұлан 1904 жылы мамыр айында Баянауылдағы Жасыбай көлінің маңайында қарапайым отбасында дүниеге келеді. Әкесі Хақан кезінде қолөнер шебері болған. Ол атақты Олжабай батырдың тікелей ұрпағы, ал әжесі Әймен атақты композитор Тәттімбеттің туысы. Осыдан болар, Әлкейдің әкесі Хақан мен шешесі Нұрила көптеген халық ертегілері мен аңыздарын білген. Үйде халық әндері мен абай әуендері жиі шырқалатын. Әлкей 5 жасында оқып, жаза білуді үйренді. Бала кезінде әкесі оған Әбілғазы ханның түрік шежіресін оқытқызатын. Сондай-ақ Қобыланды, Алпамыс, Көріғұлы, Қозы-көрпеш баян сұлу дастандарын жатқа айтатын. Әлкейдің де бойына дарыған сол қабілетіне тәнті болған жұрт балаға қайта-қайта жырларды айтқызатын. Хақанның шаңырағында белгілі ақын, ғалым мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Жаяу Мұса Байжанұлы, Имантай Сәтбаев және қазақ даласына аты әйгілі басқа да адамдар жиі бас қосып әңгіме құраған. Ғұлама академик өзі де менің ғалым болуыма Сұлтан Махмұд Торайғыров, Әбікей, Қаныш Сәтбаевтар, Хәкім Иманбеков, Жаяу Мұса зор септігін тигізген болатын деп есіне алады. Әлкей бастауыш білімді ауыл мектебінен алды. 1915 жылы Баянауылда 3 сыныпты орыс мектебінде оқиды. Ал 1919 жылы Павлодар қаласындағы мұғалімдер курсына түсіп, оқуын сәтті тәмамдайды. 1920 жылы курсты бітірген соң туған ауылына оралып, біраз уақыт Далба тауының етегіндегі мектепте мұғалімдік қызмет атқарады. Әлкейдің ойлау өрісінің зеректігін, аса дара талантын байқаған белгілі қазақ ағартушысы Әбікей Сәтбаев оған Семей педагогикалық техникумына түсуге кеңесін бергенді. Семейде оқып жүргенінде жазушы Мұхтар Әуезовпен танысады. Екеуінің арасындағы сыйластық ұзақ жылдарға созылған достық қарым-қатынасқа айналады. Мұхаңмен бірге Абайдың туған жеріне, Шыңғыстауға барып, Абайдың баласы Тұрағұлмен танысқан. 1925 жылы 21 жасар Әлкей техникумды бітіреді. Мұхтар Әуезовтің кеңесі бойынша Ленинградқа сапар шегіп, Шығыс институтының әдебиет факультетіне түсті. Бір уақытта өз мамандығының және сонымен қатар тарих және филология факультетінің дәрістерін тыңдаған. Студент Әлкей сол кездегі белді ғалымдардан сабақ алады. Түркітанушы Бартольдтың, арабтанушы Құран Кәрімнің аудармашысы және білгері Крачковскийдің, үнді фольклорынан дәріс берген академик Ольденбургтың алдынан оқыған. Студент кезінде лекция тыңдаумен шектелмей, өзі де ғылыми зерттеу жұмысымен айналыса бастайды. Болашақ академик Ленинградтың бай мұрағаттарын аралап, қазақ халқының мәдениеті мен тарихы бойынша әдеби және архивтік материалдарды жинаумен шұғылданды. Осы жылдар ол әдеби шығармашылық қызметке де ден қойған. Оның аудармасы арқылы қазақ оқырманы алғаш рет атақты орыс және шетел жазушыларының шығармаларымен танысады. 1929 жылы Әлкей Марғұлан Шығыс институтындағы оқуын бітіріп, Абай шығармашылығы туралы дипломдық жұмысын табысты қорғап шығады. Одан кейінгі білімін аспирантурада жалғастырды. 30 жылдардың соңында Алматыда ғылым академиясының филиалы ашылып, білімі толысқан Әлкей Хақанұлы ғалым санатында еліне шақырылады. Репрессиядан кейінгі жылдары атылып кеткен қазақ зиялы қауымның орны қуыстанып, ғылымның дамуы бәсеңдеп қалғанды. 1940 жылдардың басында қазақ әдебиеті мен мәдениетін көтеруде, тарихын жаңғыртуда Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Қаныш Сәтбаевтар белсенді араласқан болатын. Олар археология, этнография, тарих және әдебиет салаларының қарқын алуына ат салысып, біраз еңбек атқарды. Академик Әлкей Марғұлан қазақ халқының тарихын, рухани және материалдық мәдениетін ғылыми тұрғыда тереңнен зерттеген кемеңгер ғалым. Ол лингвистика, филология, тарих, археология, этнография бойынша қомақты кітаптар жазды. Қажырлы еңбек пен ақылдың ұшқырлығымен көптеген ғылым салаларына бірінші болып аяқ басты. Ғалымның бастамасымен Қазақстанның шөлді және шалғай аймақтарына археологиялық экспедициялар ұйымдастырылды. Ежелгі керуен жолдарының ізін кешіп, көшпелі қазақтардың мыңдаған шақырымдық көшін жүріп өтті. Басында да өткендей туған халқының тарихына ден қойып, зерттеу жұмыстарын сонау Ленинградта оқып жүргенде-ақ бастаған. Әлкей елге келгеннен кейін де осынау бейнеті мол, көп ізденісті, зерттеуді қажет ететін сауапты істі одан әрі жалғастырып, оңтүстік Қазақстандағы Сырдария, Шу, Талас өзендері бойында және көне Отырар, Сауран, Сығанақ қалаларының орындарында түрлі қазба жұмыстарын жүргізеді. Содан жинаған материалдардың негізінде монографиялық еңбектер жазған. Академиктің осы жұмыстарының нәтижесінде көпшілікке қазақ жерінде ежелгі заманда да жоғары мәдениеттің, өркениеттің болғандығы
дәлелденіп, руханиятымыз жаңғырды. Бүгінде қызы Данель мен күйеу баласы Ерулан Мұсағанов сынды ұрпақтары бабай есімін ұлықтауда көптеген шаралар атқаруда. Дарынды академиктің қазақ ғылымының дамуына қосқан үлесі орасан. Әлкей Марғұлан филология ғылымдарының докторы, бүкіл одақтық географиялық қоғамның толық мүшесі, Қазақ КСР ұлттық ғылым академиясының академигі, профессор, еңбек сіңірген ғалым, энциклопедист, қазақ археология мектебінің негізін қалаушы, көптеген салаларға қалам тартқан дарынды талант. Әлкей Марғұланның ұзақ жылғы қоғамдық өмірдегі және ғылымдағы еңбегі жоғары бағаланып, ол Ленин, еңбек қызыл ту, халықтар достығы ордендермен және Ұлы Отан соғысындағы ерен еңбегі үшін медальмен марапатталады. ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша 2004 жыл Әлкей Марғұлан жылы деп жарияланып, әлемдік деңгейде аталып өтілді. Ал туған жері Баянауыл мен Павлодар қаласында атақты ғалымға ескерткіш орнатылып, республикамыздың бірнеше қалаларында көше атауы берілді. Атақты археолог ғалымның есімін ұмытылмас етуде Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті көп жұмыс жасап жатыр. Жоғары оқу орнының жанынан Марғұлан Центр археологиялық зерттеу орталығы ашылды. Ішіндегі мұражайда Әлкей бабамыздың киген киімдері, қолымен ұстаған заттары және құжаттары сақталған.